Қалайсыздар жалпы? Жағдайларыңыз жақсы ма? Не істеп жатсыздар? Мен білем сіздер не істеп жатқандарыңызды, достар. Сіздер менің видеомды қарап отырсыздар. Дәл таптым ғой. Егер де дәл тапсам, лайк басып өт. Және де арнаға міндетті түрде подписаться етіп өт, бауыр. Міндетті. Бір күні бір Тимур деген жігіт өмір сүріпті. Ол өзінің үйінің балконынан шығып, далаға, табиғатқа тамсанып қарап тұрған болатын. Сосын ол далаға спорт жасау үшін шыққысы келеді. Ол жүгіріп далаға спорт жасауға кетеді. Бұл жігіт боксер еді. Ол ауада удар ұрып, және де отырып тұрып жаттығу жасайды. Ол өзінің грушасын ұруға бара жатты. Ол ұрып болған соң, алаңға келіп өзінің спортын бастамақшы болды. Ол спортын бастады. Ол біразға дейін жүгірді. Ол кішкене демалып, қайта жүгіруді бастады. Ол таудың шыңынан теңізді көріп, тамсанып қарап тұрды. Ол жүгіріп бара жатқан кезінде оның алдынан бір әруақ қыз пайда болады. Ол оны көріп, әруақ қызға тамсанып қарайды. Және де ол оның қасына жақындап келіп көреді. Жігіт әруақ қыздың қасына барғанда, әруақ қыз жоқ болып кетеді. Жігіт артына қарағанда қыз жоқ болып кеткенін көріп, оны іздей бастайды. Жігіт оны көріп, оның қасына жақындайды. Және де әруақ қыз қаша жөнеледі. Оны жігіт артынан қуалап кетеді. Осылайша оны қуалай береді.
Жігіт оның қайда кетіп бара жатқанын білместен, оның артынан жүгіре береді. Осылайша қыз қаша береді. Жігіт осылайша адасып қалады. Өзінің қайда тұрғанын білмеген жігіт жан-жағына қарайды. Бұл жерді білмеген соң қызды іздейді. Жігіт осылайша қызды іздеп табады. Қыз мәйіттің үстінде жатқан болатын. Біраздан соң қыз мәйіттің үстінен жоқ болып кетеді. Жігіт қорыққанынан не істерін білмей қалады. Сөйтіп жігіт өзінің қайда кеткенін білмей қалады. Ол жан-жаққа қарап тұрады. Сосын ол жігіт алға қарай жүгіріп кете береді. Осылайша жігіт айдалада адасып қалып қояды. Ол өз үйін таба алмады.